халыққа хабар таратқан ат жүйрігін жаратқан әшеке елеп жасантып отауды тігіп ат шапқан байрақты тігіп ат шапқан жыршысы болса шырлатып аламан басын құрлатып жақсыларға тыңдатқан тартысы болса тартысып айтысы болса айтысып бұлда тәуір боладың жігітке тұңатқан жиналған топтың құралың жыршыдан өнер сұрадың сұрағандарың сөз болсам қалағандарың біз болсақ қандырай көптің құмарын шын шабытым ғой келгендей ағыным тасқай аударған мен қайнар өзен бұлағың той адамның қазынасы шұптанып неге қиылған ақ бұйрығы деген бар құлақ қойсаңдар келіскен адам ата шұптанып хауадан алғанда сірә елмәгәйіл негізін қиған бересің айтамын хабар қиырдан ешкімнен қорқып тыйылман расулы пайғамбар хадишаны алғанда ақ некесін қисын деп жәберге алла бұйырған сол себептен неке қиылған қыз бала сізге айтайын жұрт жинап қызы той еткен атымтай шомарт салған жол бақыт пен дәулет қонған жол арғымағаттай сәнденген сөйлесе сөзі ғой пәнденген тотыдай құстай таранып бойыңды төзіп сәнденген өтейін деп те отырсаң балдырлы балқаш көрлерден абайласаң айып жоқ дүниенің дүлдір ісіне ренжігенің бақытсыз мақтаманадан кісіңді риза бол анаңа михнат етіп те сақтаған тоғызай он күн ішінде дүниеге сені ой шығарды бұл күндері болғанда дүнияша қызық деп күйеуіңді күтті құрметтеу дегенден міндетті саламат есен сау күнден аманда қосыбай жұлыңа шалған шалғар бұлаққа риза бол жарқыным шырында еді ғой сақтаған арқасы құрғыр қызғанда шауардай бұлттай қаптаған ойқасына барып бір тоқтайын қалтыда кетсем қайырмас мен басы қатты ой ақтабан